Қайырлы күн құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 15 минуттың ішінде өте жұмсақ айраннан оладьи жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде подписация батырмасын басып тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқа және де дәміне қарай 2 ас қасық қант, содан соң кішкене ванильный сахар қоссаңыздар болады. Ванильный сахар тек дәм беріп тұру үшін, қоспасаңыз да ештеңе етпейді. Содан соң барлығын қанты ерігенше жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте айранды құямыз және де жарты шай қасықтай ас содасын қосып араластырамыз. Содан соң міндетті түрде електен өткізілген ұнды салып, тағы да ешқандай түйіршік қалмайынша араластырып шығамыз. Құрметті көрермен, видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Және де каналыма кіріп видеоларымды қарап шықсаңыз, өзіңізге ұнайтын, өте жеңіл, ыстық тағамдар болсын, тегін мастер-класстармен де бөліскен болатынмын. Міндетті түрде қарап шығыңыз, өзіңізге қажетті рецепт табатыныңызға сенімдімін. Ұнды салғаннан соң да осылайша жақсылап, ешқандай түйіршік қалмайынша араластырып алдық. Келесі кезекте табамызға сұйық майды құйып, қатты көп құюдың қажет жоқ, кішкене сұйық майымызды құйып, қыздырып аламыз да орташа отта осылай бір қасықтан сала отырып, бетін жауып, әр бетін 30 секундтан пісіріп аламыз. Газдың астын орташа отқа алдымен қыздырып алғаннан соң орташа отқа қойып пісіретін боламыз. Осылайша екі бетін аудара отыра пісіріп аламыз. Қыздар, міндетті түрде орташа отта табамыздың бетін жауып отырып пісіретін боламыз. Өте оңай әрі жеңіл. 15 минуттың ішінде пісуі де жасалуы да барлығы 15 минутта дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалуы өте қарапайым. Неке қыздар, осымен біздің оладьилеріміз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмі де керемет, әрі жасалу жолы 15 минут уақытыңызды алады. Әрі қарапайым қоспалардан тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, каналымды қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға көп-көп рахмет.